11 жасар қыз мәжбүрмен клиент қабылдап жатыр. Ал клиенті 60-тың шамасындағы маскүнем еркек. Есікті ашып кіргенде қыз бала шошығаннан денесі дірілдеп, бетін бұрып жіберді. Қорықса да жанын сақтап қалу үшін адам саудагерінің сөзін жадында ұстады. Клиент қандай талап қойса да соңына дейін шыда, әйтпесе сатылымға қойылып, мәңгілік азап шегесің. Бұл 2023 жылы шыққан нақты оқиғалардан алынған фильм. Негізгі кейіпкер ақш-тың ішкі қауіпсіздік департаментінің бұрынғы агенті Тима Буллардқа негізделген. Ол 2015 жылы бүкіл ақшта, тіпті орталық және оңтүстік Америкада астыртын бала саудасымен айналысатын топтармен күресу үшін мемлекеттік қызметінен кетіп, жау шебінің артына түсіп, жергілікті қамқор адамдармен ынтымақтаса отырып, адам саудагерлерін сәтті жойып, 120-дан астам баланы құтқарып қалған. Орташа есеппен әлемде әрбір 30 секунд сайын кем дегенде бір адам саудаланады. Адам саудасының 80% және бала саудасының 30% жыныстық саудамен байланысты. Сонымен бұл фильм не туралы? Неліктен бұл 2023 жылдың ең үздік фильмі деп саналады? Осы сұрақты ескере отырып, осы жылға бостандық дауысы атты фильмін бірге көрейік. Тіркеліп лайк басып қойыңыздар. 2013 жылдың сәуірінде 11 жасар Анна үйде бубен ойнаумен жаттығып жатқанында, оны кенеттен өзін әйгілі американдық дарынды барлаушы Жизель деп аталатын адам байқап қалады. Ол Аннаның өнер көрсетуін көргенін және Аннаның жұлдыз болуға мүмкіндігі бар деп ойлап келдім деп айтты. Талантты барлаушы Аннаның әкесіне аз ғана жаттығу арқылы оның қызы солтүстік Америкадағы нөмір 1 бала жұлдызы бола алатынына сендірді. Бірақ егер ол ертең сұхбат алу үшін компанияға барса ғана. Бұл кезде Аннаның бауыры Мигель де кіріп келді. Баланың сымбатты екенін көрген Жизель бірден Мигельді де шақыруды ұйғарды. Келесі күні таңертең ерте жұлдыз болу арманымен әкесі мен қызы ең ерте автобусқа отырып, Жизель айтқан қонақ үйге барды. Әкесі мен қызы үшеуі бірінші келдік деп ойлаған, бірақ олар келгенде қонақ үйдің іші лық толы еді. Бір қызығы, барлық ересектерге кіруге тыйым салынған. Жизельдің айтқан себебі, олар балаларының еркін ойнауына кедергі келтірмеу керек. Ересектерді жіберген соң Жизель балаларға боянып, суретке түсуді үйрете бастады. Алғашында балалар өздерін пәк және сүйкімді ұстаған, бірақ Жизель бұл істі өзі басқарған кезде стил кенет өзгерді. Бұл хайуан ойына келгенін жасата бастады. Тіпті балаларға әдейі түймелерін шешуге, еріндерін бояуға, камераға күлімсіреу сияқты қылықтар жасатты. Камера сырт еткен сайын Жизельдің сату сайтында тағы бір тауар пайда болады, және бұл балалардың суреттері әртүрлі азғын адамдардың таңдау үшін қараңғы желі арқылы бүкіл әлемге таралады. Барлығы дайын болған кезде, Жизель балаларды жасырын арналар арқылы айлақ алаңына жеткізеді. Балалардың ата-анасы қайтадан іздеп келгенде, барлығы ғайып болған. Осылайша Жизель жұртшылықтың көзінше ұрлауды аяқтады. Келесі қадам ол сату. Ол сияқты халықаралық адам саудасының делдалдарының көптігі сонша, балаларды бір түнде сатып жібере алады. Солардың бірі Калифорниядағы дилер. Бұл жолы ол суреттерді жүктеп үлгермей жатып, полицияға ұсталып, жауапқа тартылды. Оқиға орындағы тергеу арқылы Тимо 10 мыңдаған балалардың файлдарын тапты. Олардың кейбіреулерін көруге көз бармайды. Қосымша дәлелдемелерді жинау үшін серіктесі Криспен бірге барлық файлдарды сұрыптағаннан кейін бюроға оралды. Күтпегені кірген бойда серіктесі бұл қысымға шыдай алмайтынын айтты. Қазір көзімді жұмған сайын сол балаларды азаптап жатқаны есіме түседі деді. Ол Тимамен серіктес болғаннан бері екеуі 288 педофилді қамауға алды. Бірақ олар бірде-бір баланы құтқара алмаған. Сондықтан ол жұмыстан шықты. Тима Кристі қалдырғысы келгенімен, оның жүрегі әлдеқашан өліп қалғанын және не айтса да бекер екенін білді. Кристі жібергеннен кейін Тимо дәлелдемелерді жалғыз жинады. Адам саудагерлерін ауыр қылмыс жасады деп айыптау үшін ол балалардың істерін жеке өзі тексеруі керек болды. Сансыз операцияларға қатысқан мықты полиция ретінде ол нені көрмеген еді. Бірақ деректі көрген Тимоның көз жасы еріксіз ақты. Бұл балалардың қаншалықты ауыр азап шеккенін елестету мүмкін емес. Қамауға алынған делдал тек файлдарды сұрыптау мен жүктеп салуға жауапты. Адам саудасына айтарлықтай қатысы жоқ. Тіпті ол қазір сотталса да, тек ондаған жылдар бойы қамауға алынады. Бұнымен сауда тізбегін қиып тастай алмайды. Сондықтан Тимо өзін педофил етіп көрсетіп, делдалға ақырын жақындай бастады. Бірақ Тимо бұл адамға қанша жақындаса да ол тіс жармады. Оның сеніміне кіру үшін Тимо оны зерттей бастады. Қайта-қайта сынады. Сонымен қатар ол түрмеде болуы керек. Бұл адамның делосын әдейі бұрмалап, түрменің түбін тесу керек болған адам анықталып шықты. Оның осыншама көп әрекетке баруының себебі өзінің азғын нәпсін қанағаттандыратын бала тауып беру. Құтқару рақымды өтеу үшін делдал сол жерде келісті. Бір аптадан кейін бұл хайуан көптеген бағыттарды аралап, ақыры қайта байланысады. Біраз саудаласқаннан кейін делдал Тимоға 7 жастан асқан баланың суретін алып келді. Ол баланың аты Тедди Аю екенін және оны бүкіл демалыс күндері пайдалануға болатынын айтты.
Осының бәріне қарап, Тима өз көзіне өзі сенбеді. Оны тезірек ұстау үшін Тима бірден әріптестерін тұтқынға алуға шақырды. Одан кейін делдал қалдырған ізге түсіп, ақш пен Мексика арасындағы шекараға келіп, бақылау өткізу бекеттерін орнатып, адам саудагерлерінің қармаққа түскенін күте бастады. Рас, делдал айтқандай, демалыс күні 50 жас шамасындағы семіз адам баяу көрінді. Тима фотосуреттерді салыстыра отырып, көліктегі баланың олар құтқарғысы келген бала екенін анықтады. Осылай Мигельдің саудаланған ісіне толығымен нүкте қойылды. Hola, ¿cómo te llamas? Osito Tay. No, ese nombre no. Tu nombre de verdad. Miguel. Miguel Aguilar. Mucho gusto, Miguel. Тима азаматтығын растағаннан кейін Мигельді дереу станцияға тексеру үшін алып кетті. Дәрігер баланың денесінде бірнеше жаралар бар екенін, және олардың барлығы жаңа жаралар екенін айтты. Баланың психикалық денсаулығы үшін ол Тимодан оған ештеңені мүмкіндігінше есіне түсірмеуді өтінді. Бірақ басқа балаларды құтқару үшін Тимо Мигельден қалай ұрланғанын сұрауы керек. Мигель Жизель оларды сол түні алып кетіп, контейнерге лақтырып жібергенін, содан кейін Колумбияға халықаралық паромның соңынан ергенін айтты. Теңіздегі жарты айлық сапарда олар сол қараңғы ортада ішіп жеп ұйықтаған. Балалардың көпшілігі жетпей өліп, тірілері тауар ретінде сатып алынды. Мигельді семіз адам таңдап, Мексикадағы түнгі клубқа апарған. Оның әпкесі Аннаны Жизель алған, және содан бері хабар жоқ. Барлық ұрлау процесі туралы біліп болғаннан кейін Тимо Мигельді әкесіне тапсырып берді. 3 ай бойы оны көрмеген әкесі әбден әбіршіп кеткен. Ол Тимоға баласын құтқарылғаны үшін рахметін айтып, сонымен қатар қызын да құтқарып берсе деп үміттенді. Екеуі сөйлесіп тұрғанда Мигельдің әкесі жиі жылап жүретін. Бұл өзі де әке болған Тимоны қатты толқытады. Ол оны қалай жұбататынын білмеді, тіпті жұбатуға батылы жетпейді. Барлық формальдылықтар аяқталғаннан кейін Мигельдің үйіне қайтатын күні келіп жетті. Кетпес бұрын Мигель Тимоға алқа сыйлады. Ол бұл алқаны әпкесі екеуі бөлінбей тұрып, есейгенде бір-бірін қайта тану үшін сыйлағанын айтты. Енді ол құтқарылды. Тимо әпкесін осы алқамен мүмкіндігінше тезірек тауып алса деп үміттенеді. Мигельдің кетіп бара жатқанын көрген Тимоның жүрегінде түрлі сезімдер орады. Мигельдің тілегін тезірек орындау үшін ол түнде түрмеге қайтып келіп, саудагерден жауап алды. Тимо хайуанға білетіннің бәрін айтып бер, немесе Колумбия түрмесіне қайтарып жіберемін деп қорқытты. Only question is which one. And normally I'd extradite your ass straight to Colombia. No. You'd be raped every day. Have your balls cut off. Which quite frankly you deserve, where you can tell me what I need to know. Stay in the US. Томпақ айтқан анықтамалар арқылы Аннаның әлі тірі екенін білді, бірақ оны құтқару үшін ел асып Колумбияға бару керек. Осы себепті Тимо бастығын тауып, трансшекаралық құтқаруға өтініш берді. Бірақ бастығы келіспеді. ақш-та тұтқындау болса жарайды. Сонша күш жұмсап шетелге барып бір шетелдікті құтқару ақымақтық емес пе деді. Бастық істі жауып, тек жалақысының көтерілуін күтуді ұсынды. Бірақ ол не десе де, Тимо айтқаннан қайтпады. Осы жерде тоқтаса, бойжеткен жоғалып кететініне және өзі де қалған өмірін шексіз өкінішпен өткізетінін білді. Арыжданы бар адам ретінде ол Аннаны шекарадан аман алып шығу керек. Тимоның талап етуімен бастығы ымыраға келіп, оған $10,000 беріп, адам құтқаруға Колумбияға оны жалғыз жіберді. Жергілікті полиция мен агенттердің көмегімен Тимо Картахенаға оңай кірді. Алайда тергеу нәтижелері көңіл көншітпейді. Әйгілі американдық дарынды барлаушы Жизель дүниеден із-түссіз жоғалып кеткендей. Оны тезірек табу үшін жергілікті полиция Тимоны Барбилуа есімді бейресми адаммен таныстырды. Бұл адам түрмеде отырған, есірткі сатқан, адам саудасына қатысқан, бірақ айырмашылығы сатып алған балалардың қауіпсіз үйге қамап, кейін олардың елге оралуын жеке өзі қаржыландырған. Тимоның ұрланған қызды құтқару үшін жалғыз келгенін білгенде, Барбилуа сол жерден күліп жіберді. Мұнда қызды құтқару шөлден орман іздегенмен пара-пар. Білесіз бе, қызды сатып алған сәттен бастап ақшаңызды қайтару үшін бар болғаны 1 апта қажет. Білесіз бе, қызды сатып алған сәттен бастап құнын қайтару үшін бар болғаны 1 апта қажет. Ал қалған 10 жылы таза пайда. Қыз бұл уақытта келесі бөлмеде немесе Мәскеуде, Бангкокта, Лос-Анджелес сияқты жерде болуы мүмкін. Бұл қыздар ит тұмсығын тыға алмайтындай етіп қорғалған. Why are you doing it? Because God's children are not for sale. That is why I'm giving you my Friday night. Бабило Тимоға күлсе де, бірақ шын мәнінде Тимо мен бір ойға келген. Бабило негізінен адам саудагерінің кім екенін анықтады. Кездейсоғы ол Жизельді де білетін. Оның қолында 10-15-ке дейін бала болады.
және оларды жиі орталық Америкада сатады. Сондықтан оған Колумбия полициясымен мүлдем араласудың қажеті жоқ. Ең бастысы, ол өте әдемі және жиі сексуалдық жолмен шенеуніктерге пара беретін. Бірақ жиіркеніштісі, оның тарихы өте таза, тіпті елінде бірде-бір айыппұл алған емес. Ал файлда оның 12 жасынан бері Колумбиядан шықпағаны көрсетілген. Сондықтан оны соттау мүмкін емес. Тима бұл қиын емес деп ойлайды. Ол өзін педофил бай ретінде көрсетіп, оны келуге шақырады. Содан кейін дәлелдемелерді жинап, оны қамауға алады. Колумбияға келмес бұрын ол осылай біреуін тығып жіберген. Мұны естіген Барбило ойын сол жерден жоққа шығарды. Өйткені Жизель тек тұрақты клиенттермен ғана сауда жасайды. Ал енді тығырыққа тірелді. Адам саудагерлерінің қайда екенін білсе де, оларды ұстайтын дәлел жоқ. Қайта түнделетіп тексеріс жасағаннан кейін Тимо ақыры бір жоспарды жасады. Жақында американдық шенеунік Бангкокта жеке клуб ашып, қыруар ақша тапқан. Ұсталған кезде клубтан 100-ден астам бала табылған. Жауап алудан кейін олар бұл балаларды ол жаққа адам саудагерлері жібергенін білді. Сондықтан Колумбияда неге осындай клубты ашпасқа? Мұны естігеннен кейін Барбило бұл жоспарды жүзеге асыруға болатынын сезінді. Ең бастысы, қаражатты қайдан табуға болады? Тимо бұл туралы уайымдаудың қажеті жоқ деді. Ол 4 миллиардтан асатын қаржысы бар Делгадомен таныс. Ол полицейдің рөлін ойнап, әділдікті жақтағанды ұнатады. Оны көндірсе, қаражат проблема емес. Іске асыру жоспарын қолға алған екі адам бірден дайындыққа кірісті. Барбило алдымен өзінің бұрынғы сатушысын тауып алып, сосын оны Тимоға келді. Содан кейін Тимо Колумбияда жылдық төлемі $100,000 құрайтын жоғары деңгейлі клуб ашпақшы деп құлақтан тепті. Тимо бұл орынға жауапты, ал саудагер балаларды қамтамасыз етуге жауапты. Мұны естіген сатушы бұл есірткі сатудан әлдеқайда жылдам ақша табады ғой деп сол жерден келсе кетті. Ақшаның азғыруымен адам саудагері басқа әріптестерімен тез хабарласады. Соның ішінде Тимоның нысанасы Жизельде бар. Алайда бәрі дайын болған кезде бастығы телефон соғып, бір айда $10,000 жұмсап, баланың қарасында көрмедім деп Тимоны дереу жұмыстан шеттетіп, 3 күн ішінде ақшқа оралуын тапсырды. Бұл жолы Тимо мүлде не істерін білмей қалды. Ол Барбилоны тауып алып жұмысты жалғастырып, балаларды құтқара аламыз деп жағдайды түсіндірді. Мұны естіген Барбило дәрменсіз екенін айтты. Бұл да оның бұрын билікпен жұмыс жасамайтын себебі. Ереже шарттары тым көп. Соңында ол Тимоға ақ жол тіледі. Барбилоның кетейін деп жатқанын көрген Тимо оны шақырып алып Барбилоның неге оған көмектесуге және әлгі ұрланған балаларға көмектесуге дайын екенін білгісі келді. Ол кетер алдында жүрегіндегі жұмбақтың шешімін тапқысы келген. Барбило Тимоның көңілсіз көздеріне қарап, одан бас тартуға шыдай алмай, қайта оралды. Ол Тимоның қарсысына отырып, баяу әңгімесін айтты. Сол жылы түрмеден шыққаннан кейін Барбило ескі кәсіпке қайта оралып, күні бойы есірткі мен әйелдерді хоббиіне айналдырды. Бір күні ол мас кезінде бардан бір сұлу қызды кездестіріп, оны үйіне алып келген. Болғаннан кейін қыз аяқ киімін киіп жатқанында тырнағынан қызғылт мысықты көріп қалған. She's not 25. As she glances up and her eyes connect. And it was like I was granted a glimpse into her soul. And all I saw was sadness. Out of nowhere, she starts talking. Turns out she's not 25, not even 20. This girl is 14 years old, Timoteo. Сол түні Барбило әбден есеңгіреп қалды. Ол бұл әлемде не болып жатқанын елестете алмады. Әп-сәтте оны қараңғылық жұтып қойғандай. Өзі сияқты хайуандар бар болғандықтан адам саудагерлері өршіп кеткен. Ол бір кездері күнәларын өтеу үшін өз-өзіне қол жұмсау туралы ойлады. Бірақ бұл бәрібір адам саудагерлерінің тіршілігін тоқтата алмайды. Енді өлетін жүрегім бар болса, неге аман қалып, тағы бірнеше баланы аман алып қалмасқа? Барбилоның әңгімесін тыңдаған Тимо өз өмірінің жауабын тапқандай болды. Таң атқанда бастығын тауып алып, жұмыстан кету туралы арызын жазды. Оны естіген бастық түсінбеді. Тимо 10 айдан кейін зейнеткерлікке шығады. Еш қатысы жоқ адамды құтқару үшін жұмыстан кетуді құптамады. Дегенмен Тимо дайын, өйткені ол мұның қаншалықты керемет іс екенін біледі. Өткен жылдың өзінде интернетке 22 миллионнан астам балалар порнографиялық суреттері қосылды. Бұл соңғы 5 жылда 50 есеге өскен. Бұл оны ең жылдам тараған халықаралық қылмыстық желіге айналдырды. Бала сатуды тоқтатпау елдегі екінші ірі астыртын сауда ретінде есірткі бизнесін басып озады. Сондықтан не болса да ол Аннаны құтқаруы керек. Бірақ бастапқыда инвестициялауға келіскен Делгадо да Тимоның отставкаға кеткенін білген соң бірлесуден бас тартты. Амалы қалмаған Тимо оны көндіруге тырысты. Ол Делгадоға адам саудасы қару-жарақ сатумен бірдей ауқымға айналғанын және жақын арада есірткі бизнесін басып озатынын айтты. Есірткі сатушылар бір уақытта тек бір сөмкені сата алады, ал адам саудагерлері баланы бірнеше рет қайталап сата алады. Десе де Делгадо бас тартты. Тимо үмітсіз күйде әуежайға қарай бет алды. Бірақ ол кеткеннен кейін көп ұзамай жағдай өзгерді. Делгадо Тимодан қалған балалардың файлын көріп қалған.
Сол балалардың жан түршігерлік оқиғаларын көрген Делгадоның жүрегі жібіп, барлық ақшасынан айырылып қалса да, Тимоға көмектесуге шешім қабылдады. Алдыңғы жоспар бойынша Делгадо Картахена шығанағында аралды жалға алып, оны жоғары деңгейлі клуб етіп тұрғызды. Содан кейін қала орталығында сәнді пәтер жалдап, хайуандарды бизнесті талқылауға шақырды. Тимо оларға кем дегенде 50 бала керек екенін айтып, Жизельде қанша бала бар екенін сұрады. Жизельде күшін жасырмай, қанша бала керек болса, сонша бала болатынын айтты. 2 күннен кейін Жизель бастығымен 50 баланы қайықпен аралға алып келді. Алдыңғы жоспар бойынша Тим оларға адам басына қарай депозит берген. Алайда Анна балалардың бірінші тобының қатарында жоқ екен. Тимо Аннаны екінші топтағы балалардың қатарында болуы мүмкін деп ойлап полицияларға балалардың екінші тобының келуін күтіп, не болғанын көруді сұрады. Бірақ арақтың әсерінен саудагер бастық кішкентай балаға қызығып оны алып кетіп азаптамақшы болады. Тимо оны тоқтатуға тырысты, бірақ оны ашуландырып, сәл қалғанда атып өлтіре жаздады. Жалпы жағдайды ескеру үшін Тимоның кішкентай баланы қайтадан О теңізіне итеріп жіберуден басқа амалы жоқ. Осы жанжалдан кейін екінші қайықты шақырды. Балалар аралда жүргенде Колумбия полициясы кенет алға шығып, бұл хайуандарды тұтқынға алды. Бұл жерде бір деталь бар. Полиция тұтқындаған кезде Жизель өзінде жәбірленушімін деп бірден сылтау айтты. Ал Тимо кішкентай балаға қуана қарады. Ол өз міндетін орындағанын білді. Көбірек баланы құтқару үшін Тимо полициядан саудагердің бастығын жалғыз өзі алып кетуді сұрады. Бұл оның шпион екендігі туралы елес тудырады. Осылайша олар үйімді іштей ыдыратуы мүмкін. Бірақ өкінішке орай, аралға қонған 54 баланың арасында Анна жоқ. Аннаны мүмкіндігінше тезірек табу үшін Тимо саудагер бастығының атылып жатқан фотосуреттерін қолдан жасап, басқа саудагерлерді мойындауға мәжбүрледі. Осы адамдардың сипаттамасы арқылы Тимо ақыры Аннаның қайда екенін білді. Жизель оны колумбиялық скорпиондарға сатып жіберген екен. Бұл жігіт қарапайым саудагерлерден ерекшелігі ол есірткі бароны және жеке әскері бар. Тіпті полиция мен армияда онымен соғысқысы келмейді. Барлығы бас тартқысы келгенде Бабило өз ойын білдірді. Менің білуімше, емін еркін кіріп шығатын бір адам түрі бар. Олар азаматтығы жоқ дәрігерлер, олар жасырын түрде ішке кіре алады. Жаңа жоспарды ойлаған Тимо тез арада полициядан дәрігердің куәлігін сұрады. Осылайша Бабило екеуі ең қауіпті жерге кетті. Кетер алдында полиция 2 адамның денесіне GPS енгізеді. Сонда олар миссия сәтсіз болса да, олардың өлігін таба алады. Полиция көрсеткен маршрут бойынша екеуі Скорпионның аумағына тез жетті. Бірақ жиіркеніштісі, олардың біреуіне ғана кіре алады. Бабилоның қалтырап өзінің жеке басын ашқалы жатқанын көрген Тимо тез арада өз еркімен шығып, баруды өтінді. Осылайша ол вакцинамен Скорпионның аумағына келді. Бастапқыда Тимо бірнеше балалардың ауруының жазбаларын жалған жасауды және оларды тасымалдау мүмкіндігін пайдалануды жоспарлады. Бірақ ол вирусты жоюдың бірегей жолы болады деп ешқашан күтпеген. Осы жерде өртеп өлтіру. Ауылға келгеннен кейін 3-ші күні Аннаны тауып алды. Оған диагноз қоямын деп жүріп, түнде алып кету үшін қайда тұратынын сұрайды. Анна өзінің мекен жайын көрсетпек болған кезде, Скорпион кенеттен келіп, Тимоны тоқтатты. Өйткені бұл қыздар оның меншігі және одан басқа ешкімнің жақындауына рұқсат етілмейді. Түнде Тимо үнсіз Скорпионның резиденциясына кіріп Аннаны осы жерден тапты. Ұзақ уақыт бойы зорлық-зомбылық көрген Анна шамалы түрткенде қорыққанынан айқайлады. Бұл сырттағы сорлыны үркітіп көп ұзамай бөлмеге оралады. Ол Аннаны төсегіне құшақтап, қорықпауға жұбатты. Сорлы өзінің хайуандығын көрсетпекші болғанда, Тимо кенеттен шығып, Скорпионға 2 жылдық ашуын жұдырықпен білдірді. Өлтіргеннен кейін ол тез арада Аннаны өзенге алып келді. Содан кейін қайықты ұрлап қашып жоғалды. Қайтар жолда Анна әлдеқашан шошынып қалған. Оны тыныштандыру үшін Тимо оған үйге қайта оралуын білдіретін алқаны берді. Бауырына қалдырған алқаны қарап, Анна әбден жеңілдеп бұл жолы шынымен де үйіне баратынын білді. Бір күннен кейін Аннаның әкесімен бауыры азап шеккен баланы алып кету үшін Колумбияға келді. Кейін Тимо Америка құрама штаттарына оралды. Ол Колумбияда көргені мен естігенін ақш конгресіне түсіндіріп, Америка құрама штаттарынан заң шығаруды, адам саудасында шет елдермен ынтымақтасуға келісу керектігін және ауыр жазалар немесе адам саудагерлеріне өлім жазасымен жазалауын ұсынды.